Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде қонақта Аружан Серік. Жастар театрының көзмоншағы Сыр аруы 2020, Қазақ аруы 2020 финалисі бүгін бізде қонақта. Аружан ханым, сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Мен бүгін өзіңізбен журналист ретінде емес, сіздің жанкүйеріңіз ретінде сұхбат құрғалы отырмын. Енді сізге қояр алғашқы сұрағым, театр хас тұлдың көз жасындай мөлдір өнер деген сөз бар. Ал осы өнер баспалдағына сіз қалай келдіңіз? Сұрағыңызға рахмет, қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы менің өнерге келуім бала кезімдегі арманымның бірі. Сол арманымның орындалғанына міне 4 жылдан аса уақыт өтті. Алғаш театрға келуім өте қызық сезім. Себебі мен театр саласының қалай боларын білмедім. Театрға келгелі 17-ден астам рөл сомдаппын. Солардың осы соңғысы Шолпанның күнәсі өзіңіз келген қойылымдардың бірі, басты рөлдердің бірі. Сол театрға адам қадам басу үшін ең алдымен өз-өзімен үлкен жұмыс жасау керек, жұмыс атқару керек. Керемет жауап болды. Енді сізге қояр келесі сұрағым, талғампаз көрермен театр әртісінің жанкүйері ме, әлде мотивациясы ма? Менің ойымша 50-50 екеуі де болуы мүмкін. Бірақ та көрермен, біз көрермен үшін жұмыс жасаймыз, сол себептен көрерменнің пікірі, әрі ойы, эмоциясы біз үшін маңызды. Театр баланың әлемін қалай дамытады? Театр баланың әлемін ертегімен дамытады. Баланы 4 жастан, 5 жастан ертегіге алып келсе, бала ешқашанда менің ойымша жаман болып өспейді. Себебі мәдениетке тәрбиеленеді, тәлім тәрбие алады, өмірге деген тұлғалықты қалыптастырады деп ойлаймын. Керемет. Енді мен Шолпанның күнәсін көргеннен кейін, сол маған өте қатты әсерлі қойылым болғандықтан сізден тағы бір сол Шолпанның күнәсінен бір оқып берсеңіз. Жарайды, оқып берейін. Бала екеуміздің жоқтығымыз емес пе? Ендеше сен неге сол жоқтығымызды бірге іздеспейсің? Бала жоқ болса мен бақытсыз болсам Сәрсенбай да бақытсыз. Ендеше батып бара жатқан өмір кемесін. Бақыт жарына кім шығара алады? Әрине мен. Керемет, өте әсерлі болды. Сізге көптен көп рахмет. Енді мен өзіңіз секілді болашақта шабытқа түскім келеді, яғни театрға өте қатты қызыққандықтан театр әртісі болғым келеді менде. Қандай кеңес бересіз осындай жас бүлдіршіндерге болашақта театр әртісі боламын деген? Ең алдымен өз арманыңа сену. Одан кейін міндетті түрде сен мейлі 15 жаста бол, 30 жаста бол, 40 жаста бол, өз-өзіңмен жұмыс жасау. Және де менің бір қызық оқиғам бар. Мен өзім анам айтады, 5 жасымнан бастап мен айнаға қарап сұхбат береді екем. Сұхбат беріп, аяқ киімдермен ойнап, аяқ киімдерге рөл қойып, персонаждарға рөл қойып, сөйтіп жүреді екем да. Бала арман ешқашан да алдамайды. Егер де жүрегіңіз актерлық деп соқса, міндетті түрде жетуіңіз керек. Енді осы сұхбат арасында сіз айттыңыз ғой, осы уақытқа дейін сіз 17 рөлден көбірек сомдағансыз, иә? Өзіңізге бір есте қаларлық 5 рөліңізді айтсаңыз қандай болды? Өте қызық сұрақ. Ең менің жақсы көретін рөлдерімнің бірі Қызыл алма деген қойылым, комедиялық қойылым болатын. Соның ішінде Саида Бану деген рөл болды. Үлкен кісінің рөлі. Екіншісі ол Бикештер қойылымында Мэк рөлін сомдадым. Мэк рөлі өзіме сәл ұқсас. Үшіншісі осы Шолпанның күнәсіндегі Шолпан рөлі. Шолпан рөлі өте қиын рөл. Трагедиялық қойылым болғандықтан Шолпанның бүкіл жан дүниесін барлығын аша білу керек. Оны ашу үшін сен кейіпкеріңді зерттеуің керек міндетті түрде. Төртіншісінде Еңлікке бек деген спектакль болды. Трагедиялық қойылымдардың бірі. Соның ішінде мен Еңліктің жеңгесінің рөлін сомдадым. Бесіншісі Оңғол спектаклі болған. Менің ең алғашқы театрға келгендегі қадам басуымдағы рөлдерімнің бірі. Ол жақта мен массада болдым. Осы сұхбатқа келгеніңізге көптен көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп. Енді мен сізге бір кішігірім сыйлығым бар. Осы қораптың ішінде Ілияс Есенберлиннің «Ғашықтар» атты кітабы. Менің сүйікті шығармаларымның бірі. Осыны сізге табыстасам. Рахмет үлкен. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет шақыртуларыңызға. Бізде бүгін қонақта болған Аружан Серік, сіздерге көптен көп рахмет. Келесі кездескенше.